Ортада Қоғалыкөл Қызылорда құрамасы. И бочок нёча, кухи хачаром ному пупи не минёча, пами опа шипчайки кавани не нёча, курин хан сам и минёча. О сарахе, yo como na casino pone que ne sarahe, yo more que no lecho one que ne sarahe, yo more que yo more que ne sarahe, no sarahe. Ерлан аңдаспай. Аңдаспай. Ерлан аңдаспай. Неге тұрмыз амандаспай? Кеш жарық Елорда. Бай болсаң балам. Рахмет, керемет кеш болды. Өте тамаша. Біз Нұрсұлтанға келдік қой. Келгеннен бастап Ерекең арнайлап бізді күтіп алды. Ойбай, Ерекең арнайлап күтіп алды. Өте қонақжай кісі келді. Бір риза болғанда қыдырып жүрдік қой Ерекеңмен. Сөйтіп едік, аяқ астынан Астанада жаңбыр жауды. Жаңбыр құйды. Жаңбырдың артынан қар құйды. Сосын қардың артынан қаралас жаңбыр құйды. Не болмайтын әңгіме айтып тұрсың әлі? Жасың болса 29-ға келді. Қатарластарыңды қарашы қандай адам. Мысалы Дәулет Кәрібек деген семен жасты құрдас. Қандай жер жұмыс істейді? Жас отанның төрағасы кәдімгі. Геннадий Шиповский семен жасты құрдас. Білдей депутат. Болмайтын әңгіме айтып тұрсың. Қатарларың емес пе сен? Қатарыңмен ойна депсің ғой маған. Мынау енді Дәке. Дәулет деп атым айтып. Жоқ, Дәке ғой маған, қатар ғой енді. Дәулет. Гена. Телефондарыңыз қосып көріңіз, телефондарыңыз. Интернет істеп тұр ма сіздерді? Интернет? YouTube ашып тұр ма сіздерді? Интернет істеп тұр ма? Істеп тұр ма? Онда еліміз аман жұртымыз тыныш екен ғой онда. Тыныштықты жақсы көретін қызылордалықтар. Жалғастырамыз. Тамашалаймыз алғашқы әзіліміз қызына келіп тұрған жігіт. Айжан! Жатшы. Айжан! Жатшы. Айжан! Не болды? Тілім тістеп алдым. Достар, барлығымызға белгілі Дәулет Кәрібек ағамыз жақында ғана Жас отан жастар қанатының төрағасы қызметінде атқарды. Барлығымызда WhatsApp-та бастығы бар группа және бастығы жоқ деген группалар бар. Сонымен Дәулет аға жоқ группаға жіберем деп, Дәулет аға бар группаға жіберіп қойған жас отандықтар. Мені әчкарик дейді екенсіңдер. Одан қалды қасқабас дейді екенсіңдер мені. Кешіріңіз. Оразаға 3 күн қарыз екен, оны да біледі екенсіңдер. Кешіріңіз. Жас отанның қызымен жүріп атқан, оны да біледі екенсіңдер. Бірақ ана видеоларын жібермеңдер. Басшыларымыз жастармен кездескен кезде осындай жағдайлар жиі болып тұрады. Рахмет, сұрақтарға қоя берсеңіз. Сіз осы дәрежеге қалай жеттіңіз? Мен бұл үлкен дәрежеге арнайы өзім еңбегім арқылы жастар саясатына келе отыра, өзім еңбек етіп сонымен жеттім жетістікке. Рахмет, келесі сұрақ қоя берсеңіз. Менің қояйын деген сұрағым, жаңа қазір білмейді. Сұрағын жоғалтып алдың ба? Фамилияң кім еді? Абдрахманов қой. Абдрахманов. Отбасы туралы сұрайсың сен. Отбасы туралы Өмірде неше түрлі қызық жағдай болуы мүмкін. Сонымен Қазақстанның белгісіз бір банкінде болған оқиға. Жат, бұл тұнау, жат. Ақшам бәрін сал, ақшам бәрін сал. Брат. Мен кім екенін білесің ба? Кім? Спайдермен ғой мен. Қойш кәдімгі супермен ба? Спайдермен ғой. Онда біз құтқарсай тонаушылардан қалақты. Ана пакетті берші, ішіне киімдерім бар. Берші берем. Тез етіңіз енді.
Ой, Құдай айып болсаңызшы. Тездетіңізші, ту. Болды. Бары осы. Болды, кетмейші, болды, рахмет. Кетіп қалды. Тағы үлгермей қалдым ба? Осыны ішінен киіп ала салу керек еді осыны. Рахмет. Құрметті көрермендер, жігіттер, өзіміз осы сахнада жүргеннен кейін бір еркелеп ойнап жатырмын да. Сол үшін бір еркелікті көтеріп, бүгінгі ойында бір жүлде беріп бізге арнайы. Келесі айналымға өткізіп жатса, не қылып жатса деймін да, бір Дубайға ма бір жаққа қыдыруға барайын мен. Дубайға жіберейік. Мен жіберіңдерші. Неге шетелге құмарсыңдар, өзімізде қазақта қаншама жер бар емес па? Неге Семейге бармайсың, Абай атам жатқан жерге? Қостанайға неге бармайсың, Абай атам жатқан жерге? Алысқа кетпей өзімізді Қармашқа бармайсың ба, Қорқыт апам жатқан жерге? Бір жатқан жерге бара бермей, қаланың ішіне қыдыруға болмай ма бұлайна? Қызылорда құрамасы. Рахмет. Қызылорда мекенім, туып өскен жерім, жаңадан